Саламатсыздарбы, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жаңа сойылған мал етінен қуырдақ дайындайтын боламын. Оған керекті еттерім: бөтеке, жүрек, бауыр, өкпе, ішмай, ет. Осылардан қуырдақ дайындаймын. Ірі қара малдың ішкі құрылысы. Ішмайым. Турап осыған пісіремін ішмайға. Бауыр. Осылардан алып енді тураймыз осылардың бәрін. Етіміздің барлығын. Өкпе, бауыр, ішек қарын, бөтеке. Осылай бәрін турап аламыз. Енді мен ішмайын турап аттым. Осы ішмайына өзінің майына пісіремін. Сонда тәтті болып шығады өз майы өзіне. Не барын турап болдым етімнің бәрін. Енді осыны табамызға қойып пісіреміз. Ішмайын. Осы ішмайды әбден шыжытып аламыз. Өзінің майына пісіремін. Өзінің ішмайына. Сұйық май қоспаймын. Осылай әбден араластырып тұрамыз. Майы шыққанша. Майы шықты. Енді осыған етімізді жуып дайындап үстіне саламыз. Етімізді осылай жуып аламыз. Тысымызға осылай салып пісіреміз. Енді осыны тұзын саламыз. Осылай бәрін салып аламыз етіміздің барлығын. Bir былғап жібереміз осылай. Енді осыған тұзымызды саламыз. Мен бір қасық тұз салдым. Сонда дәмді, балғын болып шығады. Осыны енді піскенше бетін жауып қоямыз. Bir жарты сағаттайға. Міне қайнап атқан қуырдағым. Енді оған дейін бауырымызды тураймыз. Бауыр тез пісетін болғасын мен соңынан салдым. Осылай турап алдым бауырымды да. Енді осыны пісіп қалған етімізге бауырымызды саламыз. Тағы бір былғап жіберіп, 5 минут пісіріп бұқтырып аламыз. Сонда қуырдағымыз дайын болады. Оның қасына мен гарнирге картоп дайындап аттым. Картоптың бәрін ашып, жуып тазалап алдым. Ыдысымызға жаңа ішмайымыздан құйып, картопымызды саламыз. Енді тұзымызды саламыз. 1-2 қасық су құямыз. Осылай піскенше қоямыз. Міне картопым да дайын пісті. Қуырдағым да дайын пісті. Енді осылай салып аламыз. Міне осындай жұмсақ дәмді қуырдақ болып шығады.
Картоп қуырдағым дайын. Ас болсын баршаға рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.